Үшке бір қалып қалдың, зона қысып атыр, саған бәрі қарап тұр, туысқаның қарап тұр, қызың қарап тұр, гильдиядағы лидерің қарап тұр, не істейміз? Ассалаумағалейкум подписчиктер. Бүгіндік видео достар, мен сендерге оттяжканың сәл-пәл секреттерін үйретем, және де неше түрлі тактикаларға үйрететін болам достар. Видеоны до конца қарап, лайк басып тіркеліп кет. Ал біз видеоны бастаймыз. Бұл нәрсені біліп алғаннан кейін сен достарың шок болып жаттап алар атай. Екке бір қалдың, достардың саған қарап тұр, не істейміз? Біріншіден өзімізге выгодный позиция аламыз. Оң жақ қарай секіреміз, бірақ просто секірмейміз, бізді ұстап алуы мүмкін достар. Секірген кезде кулакпен осылай ұрып өтеміз, сол кезде сендердің бастарына тимеу шансы азаяды. Кім тәуекел етпейді, сол қымыз ішпейді. Тәуекел етіп осылай секіріп қараймыз, және де 1 секундтық момент ұстаймыз. Қарсыласың бірінші ататын болса, сенің 1 секундқа ғана сауылға мүмкіндігін бар. Сол момент ұстасан, 1-1 қаласың. Дальше не істейміз? Бұл енді ең қызық жері. Двойной прыжок деп аталады. Сәл қиындау, тиіп кету шансы 50-50. Бірақ үйреніп алсаңдар, бүкілі таңғалатын болады. Бір секіріп қарсыласымыздың қай жерде тұрғанын көріп аламыз. Екінші секірген кезде уже оттяжка жасайтын боламыз. Және де секіріп тұрған кезде қалай оттяжка жасау болады? Біріншіден, адамды көздемейсіңдер, вообще көздемейсіңдер. Екіншіден, кнопканы тез тартпаңдар. Өйткені бұл жерде өте көп перелет болады. Кнопканы ең үстіндегі ұшынан ақырын тартып қалсаңдар, өйстіп оттяжкалар жатын болады. Алай родной, ақырында үйреніп атсың ба? Тағы да тактикаларды көрсем, бұларды да үйреніп алу өте көп тактикалар бар. Соларды үйреніп алып, достарыңды таңғалдыр. Мына нәрсені жаттап ал, сен қарсыластарын көрмей тұрғанша. Free Fire'да бірінші закон. Байт етіп тұрған адамды ешқашан бірінші атпа. Егер де сен оғын тимей қалса, сені ұстап алу шансы 90%. Қарсыласымызды ұстап алғаннан кейін. Екінші закон. Тиммейтінің бір істеген қателігін екінші рет қайталама. Қайттан сол фишкаға салып қаласың. Үшінші закон. Тиммейттарын көтерді бақырып атса, оларды тыңдама. Өйткені сенің қарсыласың сені күтіп тұр. Ұсталып қаласың. Осы адамдар маған тіркеліп лайк басып қойыпты. Сен де лайк басып тіркеліп қой, видеоға қосып қоямыз сені. Төртінші закон. Әдемі настройка. Ой, бұл әлі бастамасы ғана. Дальше көреміз достар. Оттяжканы дұрыс түзей алмай жүрсің бе? Мен YouTube профилінде оттяжка туралы, настройка туралы видеолар бар, соларды қарап кет родной. На видеоны бірақ до конца көр. Бұл тактиканы тез жаттап ал родной, а то қарсыластар саған жасайтын болады. 4-ке 1 қалып қалдың, мұндай кезде не істейміз? Ең бастысы асықпа, паника ұстама, қобалжыма. Қарсыластар сенің жалғыз екеніңді көріп өте көп қателіктер жасайтын болады. Сол қателіктерді бүгін біз ұстаймыз. Міне, пожалуйста, бірінші қателік, мен жалғыз қалды деп пушқа кіре салды. Значит, 1 минус. Енді 3 қалды, не істейміз? Асықпай қателіктерді іздейміз. Тағы да бір қателік достар. Бір қарсыласым маған жүгіріп келе жатқанын көріп тұрмын. Значит, жүгіріп бара жатқан жерінен бізге ұстау керек. Қарсыласымызды добить етуге тырысамыз. Өйткені оның тиммейті көтеріп алатын болса, бізге өте қиын болады. Бірақ оның қарсыласы көтеріп атқанын көріп тұрмын. Не істейміз? Грамотны пуш етеміз. Бізде өйткені Тацуя бар. Пушқа кірудің өте керемет персонажы. Алдымызға стенк қоямыз. Пушқа кіріп, қарсыласымыз бұндай скорості күтпей қалады. Дальше соңғы бір адам қалды. Не істейміз? Соңғы қарсыласын осы забордың артына тұрғанын көріп тұрсың. Бұл жерде оны өте керемет алдап кетуге болады. Оң жақ қарай секіріп, және де артқа қарай қайтатын болсақ, біздің байтқа түскенін күтеміз. Пожалуйста, енді момент ұста родной. 4-ке 1 алуды үйрендің ба? Енді 3-ке 1 алуды үйретемін. Зона қысып жатқанда өте қиын жағдайда қалай шығудың дәл қазір үйрететін боламын. 3-ке 1 қалып қалдың, зона қысып атыр, саған бәрі қарап тұр, туысқаның қарап тұр, қызың қарап тұр, гильдиядағы лидерің қарап тұр, не істейміз? Қазір мен саған үйретемін, жаттап ал. Сол жағымызда 2 адам бар, алдымызда 1 адам бар, зона қысып жатыр, өте қиын жағдай. Біріншіден қобалжыма. Екіншіден саған көп адамдар қарап тұр деп қорықпа. Үшіншіден бұл тренировка деп ойла. Тренировкада свободно ойнағаннан кейін бұл жерде де свободно ойна родной. Мына жерде тіркелетін кнопка басылып тұр ма екен? Қарап көрші родной. Оң жағымыздағы адамның қолында UMP бар екенін білем. UMP-пен өлтіру үшін 3 хедшот керек. Ал Диглмен болса 1 точный оқ. Ашылғаннан кейін қателігінен ұстап аламыз. Бұл жерде енді тәуекелден басқа амал жоқ. Зона қысып атыр, менде стенк жоқ, тек қана бір-ақ вариант бар. Басымызды жерге тығып, хедшот бере алмайтындай момент жасаймыз. Зажимать етіп салу мүмкін, бірақ только осы вариант қана бар достар. Жаныма бір стенкі қойып жүгіріп келе жатқанын естіп тұрмын. Сол үшін наушникпен ойнаңдар. Сол дауысты, сол моментті қолданып, біз қарсыласымыздың ашылғанын күтеміз. Оның жанындағы тиммейті мені алыстан Диглмен басыма берген болатын. Не үшін өлмей қалды? 3-ші уровень шлем. Сол үшін
всегда 3-уровень шлем алып жүріңдер. Соңғы шанс тәуекелден басқа амал жоқ. Бұл жерде енді 100% настройка шешеді. Бір қыпы қалай ойлайсыңдар? Аламыз ба? Әрине аламыз, достар. Ал енді достар, видео соңына дейін жетті. Сендер бір осы 5 минуттық видеодан өте көп нәрселер үйрендіңдер деп ойлаймын. Соңғы салған видеоларыма өте керемет актив көрсетіпсіңдер. Көп рахмет сендердің қолдауларына. Егер де осы видеода тағы да лайктар жиналатын болса, осындай тағы да видеолар шығатын болады. Ең бастысы лайк басып тіркеліп қой. Мен үшін видео жасаудың үлкен мотивациясы, достар. Все, давайте.